Мен балалар, ана тілі 1-ші сынып 8-ші сабақ, тақырыбы дауысы дауыссыз дыбыстар, соның ішінде мәтін қыс мезгілі. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі, бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше, яғни дүниетаным анықтамасынан неге қыстың суреті. Қар қиыршықтары бір-біріне ұқсай ма деген мәтіндегі сұраққа жауап берейік. Жоқ, әрбір қар қиыршықтары бір-біріне ұқсамайды. Ғалымдардың зерттеуінше ұқсас қар қиыршықтары болмайтынын дәлелдеп көрсеткен. Қар қиыршықтарының әртүрлігі олардың жаңадан пайда болуында. Әрбір қар қиыршығының пішіні мен құрылымы ауа температурасының ылғалдығына байланысты екен. Бұл олардың әрқайсының ерекше және қайталанбас екенін көрсетеді. Қыс мезгілінің өзгешелігі неде деген екінші сұраққа жауап берейік. Қыс мезгілінің өзгешелігі қыс айында ауа температурасы ең төмен деңгейде болады. Солтүстік жарты шарда бұл кезең 21-22 желтоқсаннан 20-21 наурызға дейін созылады. Қыс мезгілінде қар жауы пайда болады. Қардың қалыңдығы мен ұзақтығы жердің орналасуына байланысты болады. Қыста өзендер мен көлдер мұз болып қатады. Өсімдіктердің өсуі тоқтайды, жануарлардың кейбір ұйқыға кетеді. Қыста адамдар жылы киініп, үйлерін жылытады. Қысқы спорт түрлерінің ойындар, мысалы шаңғы, коньки, шана сырғанау кеңінен таралған. Бұл ерекшеліктер қыс мезгілінің табиғаттағы және адамдардың өміріндегі маңызды өзгерістерін көрсетеді. Неге суреттерді байқауға болады. Екінші жаттығу сурет бойынша мәтін құрам. Мәтінге тақырып қойдық. Қыста құстарға қамқорлық, немесе құстарға көмек, қамқор балалар, қысқы мейірімділік, табиғатқа жанашырлық деген тақырыптар алып отырып, өздерінің шағын мәтін құрастыруға болады. Қыс түсіп, ақ қар жамылған жерде кішкентай қыстап қалатын құстар мен жануарлар үшін өте ауыр кезең басталады. Азық табу қиынға түсіп, суықтан қорғану үшін жылы баспана іздейді. Балалар оларға ұя жасап, қыстан аман есен шығуына көмектеседі. Құстарға жем салып, жануарларға арнап азық әкеліп, қамқорлық жасайды. Балалардың кішкентай істері арқылы үлкен жақсылық жасаған байқауға болады. Облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылында туған. Үшінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Күзде шөбі жұтаған, қыр көмілді ақ қарға, майыстырып отағын, ақ тоң киді бақтар да деген бізден өлең берілген. Дауысы дыбыстардың асымсыз. Дауысының дыбыстар күзде деген ү мен е, шөбі дегенде ү, жұтаған о, а, қыр дегенде ы, көмілді ү, ақ дегенде а, қарға дегенде а. Арманға мына төменде тұрған дауысы дыбыстарды өздерің көріп атайсыңдар. Е дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кеседі. Яғни дәптермен жұмыс кезінде үшінші жаттығу жаңа айтып, және қардың суретін боя, қар қиыршығында қате жазған сөзді түзетіп жаз. Аяз деген сөз дұрыс, жиды деген дұрыс емес, неге жазып қойдық. Борайды дұрыс, кейді дегенде дұрыс емес, әрпі керек емес. Е дыбысы сөздің жаңа айтып басында, мысалы емен, ел, елу, ортасында мен дегенде, сен дегенде, кеме дегенде соңында келеді екен. Балалар, бүгін біз қыстың ерекшеліктері, яғни қар қиыршықтарының әртүрлі болатынын білдік. Одан кейін дәптермен жұмыс, сурет бойынша әңгіме құрастырдық. Сабақ аяқталды.